Men Hüseynov Asılbek, nömrü 195-ci Mektab gimnaziyasının geografiya pənining muğallimi. Sabağımızda bastaymiz. Sabağımızda bastamas burun geografiyalik jumbaқты şeşip alayıqşı. Жазда сылдыр қағады, қыста тыным табады. Әрине балалар, ол өзен. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзен аңғарының құрылысы. Сабақтың мақсаты өзен аңғарының құрылысымен танысу. Бүгінгі сабағымыздың өн бойында бастау, сала, саға, атырау, тірек сөздерімен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл суретте өзеннің құрылысы толық көрсетілген. Суреттің жоғарғы жағында өзен бастауы берілген. Өзен бастауы арнада тұрақты ағыс байқалатын орын. Ағын арнасында судың ағысы үнемі байқалатын жері. Өзен бастауы бұлақ, қайнар, көз, тұма, мұздық болуы мүмкін. Ал өзен алабы жер беті және жер асты арқылы жалпы су ағындары жеке өзенге немесе өзен жүйелеріне келіп қосылатын, өзенге су жиналатын жер бетінің белгілі бір аймағы. Өзен сағасы өзеннің теңізге, көлге, бөгенге немесе өзінен үлкенірек өзенге құяр тұсы. Өзеннің төменгі ағысы негізгі түрлеріне атырау немесе эстуарий жатады. Ал енді балалар, тау өзендері мен жазық өзендерінің айырмашылығын байқап көрейікші. Тау өзендері беткейлері тік, жартасты, тар аңғарымен буырқанып ағады. Ал жазық өзендерінің айырмашылығы жазық жерлермен ағатын өзендердің ағысы баяу болып келеді. Жазықтағы өзендер кеме қатынас үшін қолайлы екен. Ал енді балалар, сұраққа жауап берейік. Жергілікті жердегі қандай ірі өзендерді білесіңдер? Оның бастауы мен сағасын атаңдар. Әрине балалар, ол Сырдария. Сырдария орталық Тянь-Шань сілемдерінен бастау алған. Нарын мен Қарадария өзендерінің қосылған жері Сырдария деп аталып кеткен. Өзен Арал теңізіне барып құяды. Өзеннің жалпы ұзындығы 2219 шақырым. Су жинайтын алабы 462 мың шаршы шақырым. Сырдарияның 130-ға жуық саласы бар. Енді балалар, Сырдария өзенінің картасына мән берейікші. Картада Сырдария өзенінің құрылысы толық көрсетілген. Сырдария Қырғызстан мен Тәжікстан тауларынан басталып, Өзбекстан жерін кесіп өтіп, Арал теңізіне келіп құяды екен. Арыс, Шу, Сарысу өзендері Сырдарияның басты саласы болып есептеледі. Ал балалар, білгеніңмен бөліс атты ойынымызды бастайық. Қазақстандағы ең ірі өзендерді атайықшы. Ертіс, Есіл, Тобыл, Жайық, Сырдария, Шу, Іле. Жарайсыңдар балалар. Дүние жүзіндегі ең ұзын өзенді атаңдар. Әрине балалар, Ніл өзені. Жер шарындағы ең суы мол өзен. Жарайсыңдар балалар, бұл Амазонка екен. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылап көрейік. Алдымен өзеннің құрылысымен таныстық. Тау өзендерінің жазық өзендерінен айырмашылығын білдік. Жергілікті жердегі Сырдария өзенімен тереңірек таныстық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабағымызды бессаусақ әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Сау болыңдар балалар.